Мен Мусин Мұхамбет Расул, Т-31 тобының студенті. Оқитын өлеңім екі аяқты қасқыр, Алмас Темірбай. Ай туғанда көкке қарап ұлыдым-ау, үзілердей жолыным, жеткізбейді екі аяқты иттерге, үш аяқты менің қасқыр ғұмырым. Қайтеменді көкке құмар көңілім, күндіз ұйықтап, түнде жортар бөрімін. Қаншама итті дұшпан қылдың сен маған, өмірім-ай, өмірім-ай, өмірім. Құдай көкте менің жалғыз сенгенім, өз жарамды өзім жалап емдедім. Түлкі заман тышқансылап барады, өкінемін, өлер кезде өлмедім. Күйініш боп шығады іштен күлкімде, ішім күйсе ұлымау мүмкін бе? Ит адамға айналмайды ешқашан, адам итке айналады бір күнде. Өлең жаздым өзім үшін құлшынып, өмір сүрдім біреу үшін түршігіп. Менен ескі ит аяғын қызғанып, ит сияқты үрді маған тіршілік. 30 қырдан аспадым ба, астым ба, не күтіп тұр 40 қырдың астында. Ит тірлікке ыза кегін күшейіп, ұқсап барам екі аяқты қасқырға.